Қыздың көңіл күшті. Айнұр деген досыңыз оралдым деп жатыр. Ой, айтпаңыз, жерді балап қалғалай, өзгерді. Бірақ Зарина деген досыңыз көрінбей жүр. Зарина менің досым емес қой енді. Емес па? Ұмытып кетіппіз ғой бұл. Ассалауму алейкум деп амандаспай енді. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сағынғасын тұрақты көрермендері. Мен бүгін осындай келдім. Бүгінгі образ күнделікті киімдерге қарағанда ерекше, иә? Бүгін қырғызша. Бүгін үшінші күн ерекше киім киіп жүргеніңізге. Серьезно келіп жатыр, тиіспейікші. Тиіспейтін болдыңыз ба? Молодец, жігіт деген осылай тиіспеу керек, иә? Айсұлтан, сіз қатты ұрысқақ қызды таңдайсыз ба? Жоқ, мүлде сөйлемейтін қызды таңдайсыз ба? Мүлдем сөйлемесе де жаман ғой негізі. Орысып атса кішкене біліп тұрасың да жақсы көреді. Бізді қырғыз халықтары көп қарайды көрермендер, сондықтан да еще біз жақында бұйыртса той болады қырғыз Нұрдәулет пен Аиданың. 14 күні ұмытып кетпеңіздер. Құрмет ілтипат ретінде осы. Көп Гүлнұрға рахметімізді айтамыз. Қатты ұрысқақ дұрыс. Сөйлемегенге қарағанда. Не қатты ұрсады, не қатты ұрыспайды. Дым сөйлемейді. Жоқ, қатты ұрысқақ. Солай екен. Біздің халықтар арасындағы достығымызды көрсетіп жатқанына, иә? Солай. Біздің барлық басқа ұлттың, басқа елдің тұрақты оқырмандарына сәлем жолдаймыз. Ертең күтіңіздер. Гүлнұр мүмкін сіздің де елдің, сіздің де ұлттың киімін киіп келетін шығар, иә? Артқы есігі жабық екен да. Енді картадан қарасам басқа жақпен көрсетіп тұр. Жол алыстау екен. Кішкене. Ертең жүргенге бір повод болды burada.